Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, құрметті ұстаздар. Қазақ тілі 2-ші сынып бойынша өзім туралы бөлімін аяқтадық. Бұл қазір 1-ші тоқсан. 1-ші тоқсан бойынша 1-ші БЖБ ұсынамын. Бізге биылғы нұсқаулық хат бойынша біз сөйлеу әрекетінің 4 түрі бар ғой: оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым. Соның 1-ші БЖБда мен тыңдалым, айтылымын алдым. Келесі жолғы БЖБда мен оқылым мен жазылымды аламын. Және оқу мақсаттарын мынандай қылып алдым. 2-1-1-1-1 тыңдалған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру. Екінші оқу мақсаты 2-1-4-1 тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Үшінші 2-2-3-1 мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақ құрастыру және жауап беру. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, түсіну, қолдану, орындау уақыты 20 минут. Бірінші, мына мен сіздерге көрсетіп отырған тыңдалған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру деген мәтін оқу мақсаты бойынша мен мынандай мәтін өзім құрастырып алдым, ойдан құрастырып алдым. Мәтінді тыңда. Ербол 1-ші сынып оқиды. Бір күні анасы оны балалар кітапханасына ертіп барды. Кітапхана іші кең әрі жарық. Сөрелер кітаптарға толып тұр. Кітаптар алфавит бойынша ретпен жинастырылған. Кітапханада кітапханашы Райхан апай бар екен. Ол келген балаларға керекті кітаптарын тауып берді. Ербол өзіне «Жыл мезгілдері» деген кітапты оқуға жаздырып алды. Енді осы мәтін бойынша 3 сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ: анасы Ерболды қайда ертіп апарды? Мына жерде бұл сұрақтың 2 жауабы бар. Анасы мектепке ертіп апарды және анасы балалар кітапханасына ертіп апарды деген бала дұрыс жауабын табу керек. Екінші сұрақ бойынша сөрелер неге толып тұр? Сөрелер ойыншықтарға толып тұр, сөрелер кітаптарға толып тұр деген 2 сұрақ бар. Біреуі дұрыс, біреуі бұрыс. Ербол өзіне қандай кітап алды? Ербол өзіне ертегілер елі деген кітап алды. Ербол өзіне жыл мезгілдері деген. Жай қарандашпен мына жердегі сұрақтың мына жақта дұрыс жауабын сәйкестендіреді. Бұл бойынша бағалау критерийі дескриптор былай болады: мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді деген бағалау критерийіне мынандай дескриптор. Бірінші сұрақтың жауабын анықтайды 1 балл, 3 балл. Екінші тапсырма: кітапханада тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып айт. Берілетін тірек сөздер: балалар, кітапхана, ақпаратты іздеу, ұнаған кітап, таңдау. Бұған дейінде қазақ тілі оқулығының ішінде балаларға осындай тапсырмалар жиі берілген. Біз оны класста жұмыс істегенбіз, сондықтан мен осындай тапсырманы алып отырмын. Және бұл екінші тапсырманың тірек сөздер арқылы берілген тақырыпқа қатысты әңгіме құрау деген критерийдің дескрипторы. Бірінші, ойын түсінікті дұрыс жеткізе алады, 1 балл. Сөйлемнің құрылымын сақтайды, 1 балл. Тірек сөздерді орынды қолданады, 1 балл. Сөйлеу барысында тілдік нормаларды сақтайды, ол 1 балл. Және сурет бойынша сұрақ құрастыр және жауап бер деген 3-ші тапсырманы алып отырмын. Құрметті әріптестер, менде мына жерде 2-2-3-1 мәтіннің мазмұнын анықтауға берілген сұрақ құрастыруды мен суреттің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақ құрастыр деп айтып отырмын. Себебі менде бәрі мәтін болып кететін болды. Бірінші тапсырмада мәтін, екінші тапсырма мәтін, үшінші тапсырма мәтін болып кететін болғандықтан, мына мәтін дегенді мен сурет қылып алдым. Негізінде суреттің өзі де мәтін болып есептеледі ғой. Біз сурет бойынша да мәтін құраймыз ғой. Сол үшін осындай тапсырмаға алдым. Менде бұл жерде барлығы, мынаның бәрі, мына суреттердің барлығы қолдан жасалынған. Мына бәрі, тамшылардың бәрі қозғалады, мына бұлттардың бәрі қозғалады, кішірейеді. Осылай балаларға бердім. Және бұл сұрақты құрастырмас бұрын, енді 2-ші сынып қой, 1-ші рет қазақ тілден 1-ші рет БЖБ тапсырайын деп отыр. Сондықтан 1-ші сұрақты былай қойдым: суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген? Бұл сұраққа балалардың бәрі, бұл жауап, егер осы сұраққа жауап берсе 1 балл алады.
Енді балаларға бұл оңай болады. Ары қарай дедім да, суретте не болып жатқандығын анықтауға бағытталған бір сұрақ құрастыр. Ол сұраққа өзің жауап бер деп алдым. Сонда бұл 3-ші тапсырманың дескрипторы былай болады. Сурет мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақ құрастырады, жауап береді деп алдым. Және бұның дескрипторы бірінші суретте бейнеленген жыл мезгілін атайды. Өйткені мен мына жерде сұрадым ғой, суретте жылдың қай мезгілі бейнеленген деп. Суретте күз мезгілі бейнеленген деп жауап береді. Екінші, суретте не болып жатқандығын анықтауға бағытталған сұрақ құрастырады. Бір сұрақ. Және сол құрастырған сұрағына өз жауап береді. 1 балл. Ал енді құрметті әріптестер, мұғалім жолдастар, сіздер білесіздер, биыл оқу жылындағы әдістемелік нұсқауы хат бойынша біз БЖБ тапсырмасын 10 балдан кем болмау керек екен, 10 балл деп алып тұр, оны әдістемелік нұсқау хаттан көрсеңіздер болады. Сол үшін мен осылай 10 балл қылып алдым. Және келесі екінші БЖБ-мді да осылай 10 балл қылып аламын. Және бұл екінші сынып болғандықтан ТЖБ тапсырмам 12 балл болады. Өйткені ең алғашқы осы БЖБ тапсырмаларын жиынтық бағалау туралы нұсқаулық шыққан кезде естеріңізде білесіздер, 2-ші класста 12 болу керек, 3-ші класста 16 болу керек, 4-ші класста 18-ден кем болмау керек деген бізге нұсқаулық берілген болатын кезінде. Енді соған сүйене отырып, мен ТЖБ-мды 12 балл алам деп отырмын. Қазір мынау 10 балл. Бұл бірінші БЖБ. Құрметті әріптестер, егер маған осы БЖБ сіздерге ұнап жатса, қажет болып жатса, қазір мен телефонымда осы экранға қойып кетемін. Маған хабарласуларыңызға болады. Мен сіздерге осы БЖБ бойынша көмек бере аламын. Ал құрметті әріптестер, құрметті менің оқырмандарым, мен осымен БЖБ бойынша жасаған видеом аяқталды. Менің видеома лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Енді мен сіздерге әдебиеттік оқу 2-ші сынып бойынша, дүниетану 2-ші сынып бойынша, жаратылыстану 2-ші сынып бойынша БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын шығарып отырамын. Сау болыңыздар.